Сәлем әлем. Қазір біз сіздерді 10 батыр жануарлармен таныстыратын боламыз. Алып кеттік. Джо Сталекер есімді адам өзіне неміс овчаркасын алып, бірден итін 911 нөмеріне звондауды үйретті. Джо аурудан өте жиі талып қалып жүретін. Содан ол бір уақытта ит өмірімді сақтап қалар деп ойлапты. 2008 жылы құтқару қызметіне бір түрлі түсініксіз қоңырау шалыныпты. Телефонға қаңғырлап үріп жатқан сол ит екен. Құтқарушылар қоңырау шалынған мекен жайына босқа келмегендерін түсініп, жерде санасыз жатқан адамды көріпті. Мына оқиға Америкада ең қауіпті аймақтардың бірінде орнаған. Қылмыскер дүкенге кіріп, жағдай қауіпті боларда көмекке ит асығып, қылмыскердің қолынан қаруды жұлып алыпты. Содан кейін тіпті қылмыскерді дүкеннен қуып шығарыпты. Бұл өрт орман арасындағы үйде болған. Телефон желісі шамалы болғандықтан өрт сөндірушілерге жанып жатқан үйге жолын түсіндіруге қиындық туғызған болатын. Бірақ бұл оқиғаға ит өз көмегімен асыққан. Ол өрт сөндірушілерді алыстан қарсы алып, өз артынан ертіп жанып жатқан үйге алып келіпті. Ал осы видеода ит иесі өз итін тексермекші болатын. Егер ол суда батып жатса, оның 4 аяқты досы не істер екен деп. Ол бассейнға кіріп, итке батып жатқанын көрсетіпті. Ал иті болсашы көп ойламай бірден өз иесіне көмегін тигізуге жүзіп асығыпты. Сонымен, егер осы оқиға шынында да болса, иті көмекке келетініне сенімді болуға болады. Тоңаушы дүкенге кіріп, сатушыны қорқытып, кассаны ақшалардан тазартайын деп бара жатқан болатын. Алайда ең қолайлы сәтте сатушының артынан ит атып шығады. Сасқалақтап қалған қылмыскер не істерін білместен артқа қарай бас тартып қашады. Ал осы видеода дұшпан ретінде ит болған екен. Кішкентай ғана бала есік алдында жай ғана велосипедпен жүрген болатын. Сол баланы аңдаған ит бір уақыттан кейін балаға жабылады. Бірақ сол үйдің мысығы жүгіріп келіп итке түйісіп оны қуып жібереді. Осы оқиға Қытайдағы киттер жүзетін Порленд аквариумында дайверлер жарысында болған. Жарысушыларға тез арада 6 метрлік аквариум түбіне жету керек болған. Жарысушылардың бірі 26 жастағы Янг Юн бассейннің түбіне жеткен соң, оның аяғы құрысып қалып тұншығып жатты. Алайда бір уақытта оған кит жүзіп келіп, аяғынан тістеп жоғарыға қарай итерген болатын. Сол киттің арқасында Янг Юн аман қалған. Мэджик есімді кішкентай ғана жылқы пони көбінесе ауруханаларға барып, ауырып жатқан балдардың көңілін көтереді. Анда-санда қарттар үйіне барып отырады. Осылай кезекті қарттар үйіне барарда 3 жыл бойы сөйлемейтін әжеге жақындаған болатын. Сол әже кішкентай жылқыны көріп, сипап, қандай әдемі екен деп сөйлеген. Сол жылқыдан кейін әже үйдің қызметкерлерімен және басқа қарттармен сөйлеп бастаған. Осы видеода 3 жастағы бала хайуанаттар бағында горилла маймылдарына қараймын деп қоршауға мініп, олардың ауласына құлаған болатын. Құлаған кездегі биіктігі 5 метр болған. Ал 3 жастағы бала қатты жарақаттарды алып жатқан. Хайуанаттар бағының қызметкерлері мен басқа үлкен адамдар гориллалардан қорқып көмекке асықпаған. Қауіпті жерде жарақатпен жатқан бөпені қалай алып шығарамыз деп ойланып жатқанда, күтпеген жерден Бенти Джоа деген есімді горилла бөпені құтқаруын өз мойнына алған. Ол бөпені өз қолына көтеріп, есік жағына алып келген, ал әрі қарай оны құтқарушылар алып кеткен. Олар жануарлар болса да бізді адамгершілікке үйретіп жатыр. Осы видео бейнемен достарыңызбен бөлісуіңізді сұраймыз. Солай сіз қоғамның жақсаруына қол үлесін қосасыз. Және де міндетті түрде лайк басып жіберіңіз. Лайк көбірек болған сайын YouTube осы видеоны көп адамға ұсынатын болады. Қарағандарыңызға рахмет, қош болыңыздар.